артында Аллахқа сенбеу деген нәрсе да. Осы сахабалар ақшамен отношениясынан біз не үйренеміз? Олардың бір садақа бергенде қазір 5 миллиардқа садақа бере салатын болған. Бір бергенде болады. Жігіттерді қандай критерийіне қарап таңдауымыз керек? Сіз бізді қанша меркантильная деп айтса да, ертең сол жерде тұратынбыз ғой. Мен ниетім шынымен де бақытты отбасы болума или күйеуімді андай жұртына басқарума. Бір әулеттің баланста болуына сен әсер ететін ертең әже боларсың бәлкім да. Тәкаппармыз иә, өте тәкаппар. Сол үшін бойдақ қыз болсаңыздар, вот реально вам повезло. Сізде есть шанс. Баланс бұзылған кезде, опять же, бұл жерде уже соқтығыс пайда болады. Денем тітіркеніп кетті прям машалла. Сәлем баршаңызға. Бұл Қарлығаш Сұлтанша каналына қош келдіңіздер. Қарлығаш Сұлтанша каналының көрермендері, тұрақты және қонақтары қош келдіңіздер дейміз. Жалпы осы біздің қазіргі подкастта әйелдің дамуы, жан-жақты, масштабқа шыққан, отношенияны, отбасында, бизнесті де қатар алып жүрген баланстағы әйелдер жайында болмақ, және де біздің қонақтарымыздың барлығы сондай бір әлемдік деңгейге шыққан, сондай мықты тұлғалар өзінің өмірлік тәжірибелерімен бөлісетін болады. Ең басты тағы бір айта кететін жай, бұл негізгі тұрмысқа шықпаған қыздарға да, жалпы тұрмыста да отбасы бар қыз-келіншектерге де таптырмайтын осы жерде керемет мағлұматтар беретін болады. Жалпы енді мен өзімді таныстырмас бұрын, мен неге осылай жабық отыр деп ойлап қалмаңыздар, өйткені әр жердің өзінің мәдениеті бар. Енді дәл осындай керемет ол подкаст болайын деп тұр, Медина қаласында, басқа подкасттардан ерекше болайын деп тұр, өйткені бұл жерде шын мәнінде ішіндегі нәрсені бір қысып қалайын десең де, бір ондай ниет жоқ. Өйткені жүректің тыныштығымен, осылай осы жердің мәдениетіне қарай, менде осылай тәртібін сақтап, орамалымды тағып отырмын десем болады. Ал олай болса, мен бүгін сіздермен осындай масштабта жүрген, баланстағы әйел, жалпы жұлдызды қонағымен таныстырғым келіп отыр. Аты да заты да жұлдыз десем болады. Әрине ол жұлдыз Ақболат. Жұлдыз, қош келдің. Қош көрдік, рахмет шақырғаныңызға. Жұлдыздың өзі жалпы Медина қаласында тұрады. Жақында ғана көшіп келді. Енді бұл да бір масштаб қой негізі. Жұлдыз негізі бұған дейін сату саласында жүрдің, сату саласында, маркетинг саласында жүрді. Ол жердің бір, қалай десем болады, королевасы болды деп айтсам болады, сол жердің. Енді қазір ақша жайында, мышление жайында, жалпы сені мен айтар едім, жалпы мен тек ақша жайында айта аламын, тек мышление жайында айта аламын дейсің ғой, бірақ мен сені сырт көзге көріп, баланстағы әйел ретінде қарар едім, солай танимын. Жұлдыз өзі 3 баланың анасы, отбасында өте керемет, білемін. Ал мен өзіме келетін болсам, мен Қарлығаш Сұлтанша, ең басты миссиям ол ана, 6 баланың анасымын, Аллаға шүкір. Және де Қуаныш Қарлығаш дуэтінің Қарлығашымын. Мотор келін кітабының